конфликтсіз өтетін тойлар бар ма? Өте сирек. Ол мысалы ресторанда сондай неде көріну мүмкін, барлығы өте жақсы деп, бірақ кішігірім конфликтілер немесе үлкен конфликтілер де олар болып тұрады. Міне, сіз енді осы саланы зерттеп жүрген маман ретінде не үшін беташар жасайды? Не үшін қыздар сәлем салу керек танымайтын адамдарға? Кейбір аймақтарда жаңағы ер мен қыздың арасында жыныстық қатынас болу ол қалыпты нәрсе. Оны барлығы біледі, сондықтан да оларға беташардың соншалықты сексуалды өмірге қатысты функциясы жоғалып кеткен болады. Одан кейін ең алғаш той жасасаңыз, сіздің ата-анаңыз ешқандай тойға бармаса, сізге де қонақтардың келуі екіталай негізі. Сіз өзіңіз Динара той жасайсыз ба? Сәлем достар, Ой детокс әлеміне қош келдіңіздер. Бізде кезекті эпизод, және бұл эпизодта біз той туралы сөйлесетін боламыз. Қазір жаз айы, пандемиядан кейін тойлардың қатары артқаны белгілі. Сондықтан меніңше бұл тақырып баршаңызға қызық болады деп ойлаймын. Айта кететін нәрсе, міндетті түрде егер менің парақшама жазылмаған болсаңыздар, жазылыңыздаршы, комментарий, лайк басуды ұмытпаңыздар, себебі сіздердің 3-4 минуттарыңызды алады, ал бірақ маған үшін өте маңызды, сондықтан қолдауды ұмытпаңыздар. Және де Ой детокстың патрондар қатарына қосылған жаңа патрон Еренғайып Қуатайұлы, сіздің қолдауыңызға рахмет. Ал сіздер де мені Patreon арқылы қолдаймын десеңіздер, барлық ақпарат сипаттамада болады. Ал енді кезекті қонағыма берейін, қонағымен таныстырайын. Динара Абділда, Цюрих университетінің PhD докторанты, қазірде той мәселесіне байланысты зерттеу жасап жүрген антрополог маман. Динара, Ой детоксқа қош келдіңіз, көңіл күйіңіз қалай? Рахмет, Айнель, көңіл күйім өте тамаша. Жаңбырлатып, нұрлатып келдік студияға. Біз Динарамен бірнеше рет кездестік, жалпы. Мен білмеймін, Динар, сізде сондай жиі боламын. Мысалы, сіз антропологпын дегенде, сіз немен айналысасыз дейтін адамдар көп шығар. Сосын сіз той мәселесін зерттеймін дегенде мен ойладым, антропология қайда, той қайда деген сияқты. Енді ол жеке бастың бір білместігінен болған шығар, бірақ меніңше мен сияқты адамдар көп сияқты. Көбісі сен бас сүйектерді зерттейсің бе деген сияқты. Бірақ антропология ол өзі сол физикалық антропология, одан кейін әлеуметтік мәдени деп бөлінген. Біз қазіргі тірі адамдарды зерттейміз, қазіргі қоғамдағы. Сіз сонда өзіңіздің маман салаңыз ретінде той мәселесін алдыңыз, негізгі тойдың ішінде үйлену той, адамдар қалай үйленеді, қандай дәстүрлерден өтеді, не үшін, теориялық негізде ол әлеуметтік нормалар. Ол әлеуметтік нормалар енді біздің халыққа түсінікті болу үшін дәстүрлер қалай пайда болады, қалай өзгереді, не үшін өзгереді, адамдар не үшін оны жасайды деген сұрақтар менде. Жалпы бұл сала осы уақытқа дейін зерттелген ба, кімдермен зерттелген, не үшін осы тақырыпты таңдадыңыз? Ең біріншіден жалпы әлемде бұл тойлар емес, бірақ адамдар не үшін үйленеді дегенді зерттей бастаған. Мысалы қалмал немесе төсек орын деген сияқты, ол тек қазақтарға ғана тән емес. Бүткіл әлемде адамдар жаңағы екі адам қосылып, одан бала туады, осылай неке дегеніміз не, отбасы не деген ертеден зерттеулер бар. Ол енді классикалық антропологтар зерттеген, басында ол ер адамдар болған, олар не үшін қыздарын сатады деген сияқты сондай түсіндірме берген. Кейіннен феминистер шығады, ол қыз деген олардың түсіндірмесі дұрыс емес, ер адамдардікі ол міндетті түрде сату емес, оның бір өзінің себебі бар дейді. Бірақ тойлар олар бірден той болған жоқ қой, әртүрлі дәстүрлерден тұрды, бірақ кейіннен 90-шы жылдардан кейін жалпы тойлау деген той жаңағы
свадьба дейді ғой. Сондай нәрселерді де зерттей бастаған. Бұл негізінен тұтынушылық мәдениетті зерттеуге байланысты. Өйткені экономика дамып, нарықтық экономикада адамдар не үшін ақша құртады деген сияқты әртүрлі сұрақтар қойған. Ал біздің Қазақстанның ғылым саласында ол негізінен этнографтар басында енді ресейлік ғалымдар зерттеген, одан кейін қазақстандық. Олар негізінен қандай дәстүр болады, қалың мал деген сияқты әртүрлі ұсақ деректерді жинаған болатын. Бірақ этнографияның бір ерекшелігі, олар көбінесе көрген затын сипаттап береді. Мына халық осылай жасайды, осындай сыйлықтар береді, солай айтады да, ал антропологтар оның себебін түсіндіруге тырысады. Бұл жерде теория жасайды, адамдардың іс әрекетін түсіндіру негізгісі. Қызық, сонда сіз мысалы енді бірінші desk research дейді ғой, жаңағы осы тақырыпты таңдағанда мүмкін сіз қандай да зерттеулер жүргізген шығарсыз, енді өзіңіздің негізгі зерттеуіңізге көшпей тұрып. Сонда қандай болған бізде тойлар? Қай уақытты қамтыдыңыз сіз? 90-шы жылдардан кейінгі, соңғы 30 жылдардағы тойдың трансформациясы ма сонда? Негізі антропологтардың негізгі зерттеу әдісі ол бақылау, далалық бақылау деп аударады, participant observation дейді, және түрлі интервьюлар жүргізу арқылы осы қазіргі уақытта болып жатқан феномен, осындай құбылыстарды зерттеуге тырысады. Бірақ контекст беру үшін біз тарихты да қараймыз, тарихи мәліметтерді, бізге дейін зерттеу жасаған ғалымдардың еңбектерін. Менде мысалы революцияға дейінгі, мысалы октябрь, қазан революциясы дейміз ғой, соған дейін қазақтардың осы үйлену дәстүрі қандай болған деген бөлім бар. Қазан төңкерісі қандай өзгерістер алып келді кеңес үкіметінде, мысалы. Одан кейін 80-90 жылдардағы кеңес үкіметінің тоқырауы, кез келген бұндай саяси, экономикалық трансформациялар, олар тойға да біздің дәстүрге де әсер етіп отырған. Мысалы, қазан төңкерісі деп не үшін айтамыз? Өйткені қазан төңкерісінен бастап бізге Ресей отарлау саясаты кәдімгідей әсер етеді. Олар біздің қалың мал, жаңағы беру салтымызды, немесе тоқал алу, жаңағы көп әйел алу, полигамияны жаңағы тыйым салуға тырысқан. Бұның барлығы әсер етеді. Немесе жаппай ұжымдастыру, соның салдарынан болған ашаршылық, оның барлығы біздің мысалы қалың малдың санының азаюына, көлеміне алып келді. Оның барлығын мен тарихи контекст ретінде беремін. Немесе мысалы комсомол тойлар қалай өтті, палаткадағы тойлар қашан, палаткадан біз ресторандарға көштік деп. Ол оның қандай әсері болып басқа салт дәстүрге деген сияқты мен тарихи контекст берем. Тарихи, саяси, экономикалық. Өйткені экономикада ол біздің тойдың форматына да әсер етеді. Енді айтарлықтай өзгеріпті ма? Мысалы, сіздің айтып жатқан сөздеріңіз, жаңағы палаткадағы той, ресторандағы той, қалың мал, ол бізде де қазір бар нәрселерді. Тіпті кейде қазір сәнге айналды ғой, есік алдыңда әдемілеп, жаңа қайттан 90-шы жылдарға қайтып баратқан сияқтымыз да. Сон өзгеріс бар ма? Әрине, өзгеріс ол үнемі болып тұрады. Ол бірден көзге көрінбеуі мүмкін, бірақ тарихи кезеңдермен қарасаңыз өте үлкен өзгеріс. Мысалы, ол қазан төңкерісінен кейін той жасамайтын, қалың мал бермейтін, бірақ бермейді дегеннің өзінде кеңестік үкіметте оны қоржын апару деп басқа сөзбен алмастырады. Бірақ соның өзінде де жаңағы қыздың кәдесін беретін ата-анасына. Бірақ ол кезде ұзату болмай кетті, мысалы кеңес үкімет кезінде. Одан кейін мысалы палаткалардан жаңағы тойлау басталды 80-90 жылдар негізгі. Өйткені ол жылдарға дейін тек үйдің ішінде кішігірім 20-30 адамға ғана тойлауға рұқсат берген. Оның өзінде де енді тек отбасылық деген сияқты. Өйткені жаңағы қудаланды,
немесе адамдар айтып беруі мүмкін осындай үлкен той жасап жатыр деп. Сол себепті кейіннен мысалы 80 жаңағы жылымық басталды ғой. Сол кезде адамдар палаткада жасады. Палаткада жасаған кезде сіз ондай адам қонақ санын шектемейсіз. Ал қалай ресторанға көшті, ол жерде әр үйден бір адам деген сияқты ереже шығады. Бұл жерде кәдімгідей адамдар кімді шақырамыз, кімді шақырмаймыз, кәдімгі талқылаулар болады, кімді ренжітіп алмаймыз деген сияқты. Одан кейін адамдар енді 90-шы жылдардан кейін 2000-нан кейін барлығы жұмысқа тұра бастады ғой. Мемлекеттік жұмыс болсын, басқа да туысқандар ғана емес, мысалы әріптестерді де шақыру пайда болды. Ол дегеніміз тек қана мысалы барлық адамды шақыра беру емес, ол әлеуметтік шеңбер дейді ғой, ортаны ұстап тұру немесе кеңейту, тамыр танысты жаңағы. Өйткені бізде тұрақсыз экономика кезінде сіздер көбінесе адамдарға жаңағы көмек немесе адамдардан келеді көбінесе. Сіз мысалы заң жұмыс жасамаса, немесе сіз жаңағы взятка дейді ғой, пара беру арқылы мысалы жұмысқа тұрудың барлығы немесе тезірек кезектен өту үшін сіздерге көбінесе адамдар керек. Сол үшін де тойдың бір плюсы енді былай айтқан кезде ол сондай көмек бере алатын адамдардың ортасын ұстап тұру, адамдардың қарым-қатынасын реттеу дейді. Өйткені сіз мысалы жұмыс емес басқаша баппен сіздер кездесетін орын жоқ қой. Ауылды жерді қарасаңыз, ал той нағыз сондай площадкаға арналған негізі. Яғни мысалы сізді дұрыс түсінсем, мысалы шағын ауылдарда енді шын мәнінде жаңа көйлегіңді киіп бір алыс жақын туысқандарыңды көретін жер басты себеп сол тойда. Ал қаланың форматында қарасаңыз түрлі кофейнялар бар. Біз мысалы бір жерге бару үшін, бір-бірімізді көру үшін қандай да бір себеп керек емес та, бізге жаңағысы айтқандай площадка керек емес. Ал енді бір трансформацияға ұшыраған нәрсесі бар ма? Мысалы қазір той қажет емес деп айтатын адамдар бар ма? Әрине бар ондай, көбінесе жастар. Ол тек Қазақстанда емес, жалпы біз сияқты трансформациядан экономикалық және саяси, мысалы социализмнен нарықтық экономикаға өткен елдердің барлығында да көбінесе жастар қарсы шығады. Бірақ біздегі ерекшелік ол жастар қарсы шыққанымен олардың пікіріне көп көңіл жаңағы қарамайды ешкім көңіл. Өйткені бізде ол тойдың өзінің анықтамасы бұл екі жастың одағы емес, бұл екі отбасының одағы. Екі отбасы құдаласады, құдалық ең сондай, сен жастар ол жерде бар ма жоқ па, бастысы екі отбасы одақ құрса деген сияқты. Өйткені құда 1000 жылдық, күйеу 100 жылдық дейді ғой. Сол сияқты құдалық қарым-қатынасқа көбірек мән береді. Сол себепті жастар көбінесе бұны ғылымда agency дейді. Өзінің шешім қабылдау жаңағы күші болады дейді. Ол кімде болады? Көбінесе кім тойдың спонсоры? Сол кісілерде. Ал бізде жастар ерте үйленеді ғой. Олар әлі жақсы ақша таппауы мүмкін, жақсы қызметте болмауы мүмкін. Сол үшін де ата-аналар негізгі спонсорлары, немесе кредит алып, бірақ кредитті де мысалы ата-аналар алып жатады. Солар шешеді, қалай болу керек. Ал жастар енді көбінесе және де қаладағы адамдар индивидуалистік жаңағы оларға тән әрекет. Өйткені сіз ауылдық жерде тұрсаңыз, сіз туысқандарға көбірек араласасыз, олардың көңіл күйіне барлығына тәуелдісіз. Ал қалада сіз онша көп араласпағандықтан, ондай бірте-бірте тәуелділік азая бастайды. Сіз мысалы кішігірім отбасымен ғана той жасай салуыңыз әбден мүмкін. Жалпы мысалы институциональная память деген нәрсе бар ғой. Әр отбасыда енді бір сондай адам болады, салт дәстүрдің бәрін жақсы білетін, туысқандарға бас көз болатын, ақылшы болатын, жаңағы ол ғасырдан, жылдан жылға қалыптасқан әдет дәстүрлерді айтады да, сен соны
жасауға сені үгіттейді. Жасамасаң дұрыс емес деп айтатын адам болады. Бірақ соған қарамастан қандай да бір жаңашылдықтар еніп жатады. Ол жаңашылдықты енгізетін кімдер, оның басы қасында кім тұрады мысалы? Және мысалы ескі көзқарас пен жаңа көзқарастың қақтығысында сол қандай да бір жаңашылдықтың жеңуіне не себеп болады? Бұл жерде ол тек бір отбасындағы ғана кісі емес, бұл дәстүрлерді айтып отыратын, салттарды қалай болу керегін. Ол ұжымдық нәрсе. Мысалы, түрлі көршілер, туыстар жиналады. Сол кезде әркім өзінікі қайсысы дұрыс, соны айтуға тырысады. Тіпті мысалы сіз қыздың жасауын көрсететін салтты көрсеңіз, ол жерде үлкен кісілер, жаңағы әйел адамдар, олар талап етіп отырады. Көрсет, әр затты көрсетіп шық, немесе баға бер, бұл дұрыс қой деген сияқты. Сол сияқты сіз ұжымдық осы нәрсенің дұрыс екенін айтып отырасыз. Немесе көршілер келеді де, ана ауылда осылай жасады, немесе мысалы отпен аластау деген сияқты, осындай ырым бар, ол жасалу керек деген сияқты әртүрлі адамдар келіп айтады. Көбінесе бұндай дәстүрлерді ұстап тұрушы, жалғастырушысы әйелдер болып саналады. Өйткені сіз тойды ұйымдастырған кезде кім көбінесе қатысады? Ол әйелдер. Одан кейін жаңашылдықты енгізетін кім? Бұны негізі бір адам ретінде емес, бір адамдар тобы ретінде қарастыру керек те. Мысалы, менің зерттеуімде екі мысал бар, кейс дейді. Ол алғаш ұзатудың пайда болуы, ресторандарға ауысуы ұзатудың. Баяғыдан бар, бірақ қайттан жандануы. Ол 2000 жылдары экономикалық бумнан кейін пайда бола бастайды. Бірақ ең бірінші осындай жаңалықты көбінесе қалталы, ауқатты адамдар, немесе бізде әкімшілікте сондай белгілі бір статусы бар адамдар бастайды. Өйткені кез келген жаңа дәстүр оның құны болады. Құны әдетте арзан емес. Өйткені мысалы ұзату тойын алыңыз. Ол арзан емес. Бірақ мысалы бір отбасы жасайды, екіншісі жасайды, үшіншісі содан жалғаса береді. Бірақ ол пайда болған кезде бір-ақ рет жасалуы мүмкін, бірақ оның тұрақтылығын сақтау үшін арнайы бір жақсы климат керек. Ол мысалы экономикалық бум болды, және ол бум бірнеше жылдарға эффектісі созылды. Халықтың жағдайы жақсы болды, кішкене ақшалары болды. Сондықтан ұзату бізде көптеп массаға таралып кетті. Одан кейінгі менің 2015 жылдары жасаған бақылауым, зерттеуімде беташарды, енді мен зерттеу жасаған аймақта негізі беташар тоймен бірге жасалынатын. Бірақ қайттан бір кішкене экономикалық бум болды. Сол уақытта бір 3 отбасы бөлек беташар тойын жасады мейрамханада. Мен бақыладым, бұл ары қарай жалғаса ма деп. Бірақ кенеттен қайттан экономикалық рецессия, құлдырау басталды. Инфляция болды, естеріңізде болса. Оның халықтың барлығы қалтасы көтере алмай қалды. Осы жерде екі түрлі нәрсені айту керек те, бірінші не үшін? Оның бір кез келген дәстүр, осындай іс-әрекеттің пайда болуының өзінің рационалды себебі болады. Ол, мысалы, беташардың мысалында, мен зерттеген ауылда ресторандар өте кіші болды. Бірақ адамдардың танитын ортасы көбейе берді. Барлығын бір мейрамханада сыйдыру мүмкін емес болды. Бірақ сен көп адамдарды шақырғың келеді. Сондықтан не жасауға болады? Беташарды сылтау қылып, тағы да бір той жасау. Өйткені көбінесе мен 2 той жасадым десең, көбінесе адамдар сені жаңағы сынап шығады. Бұл жаңағы дарақылық, ақшаны шашу деп, ал дәстүрді жамылып, тағы да бір осындай той өткізсеңіз, сізге ондай ештеңе айтпауы мүмкін. Бірінші жасаған топтар осындай болды, одан кейін екіншісі ол әлеуметтік бөлуге талпынды қонақтарын. Мысалы, үлкен кісілерге ауылда жасады, және де өзінің ауқатты, танымал жаңағы достарына, әріптестеріне қалалық жерде жасады. Енді сылтау үшін, мысалы, олар айтады, үлкен кісілерге қалаға бару жаңағы қиын деп, сол үшін біз оларға бөлек жасадық, беташарды ғана жасай салдық дейді. Бірақ шын мәнісінде ол кішкене элитаға жақындау, саяси элитаға жақындау, сол үшін де қалаға барып той жасайық дейді. Өйткені
кез келген ата әжеден сұрасаңыз, қалаға тойға барам десең, қуана келіседі. Ондайға өздері келіспейтін еді. Бірақ адамдар әдетте іс-әрекетті жасайды, бірақ оның не үшін ол жасады десең, олар идеалды сипаттама жасайды. Ол біздің жаңағы дәстүрге қайтып келу. Шымкент жақта мысалы беташарды бірден келесі күні жасап тастайды. Исламның да әсерімен деген сияқты сондай бір жақсы образ бергісі келеді іс-әрекеттерге. Бірақ шын мәнісінде ол шынайы қажеттіліктен пайда болған дәстүр болуы мүмкін де. Бірақ кейін өте адамдар ұмытып кетеді ол шын себебі не екен. Тек қана сондай бір идеалды түсіндірмесін қалдырғанды жақсы көреді. Мысалы, ұзатуда да айтады да, біздің өзіміздің түп тамырға оралу, дәстүрімізге оралу деп. Бірақ шын мәнінде ол экономикалық жағдайымыздың жақсы болуы, әрі осында шақыратын адамның көбеюі. Қызық, мысалы, жаңағы сіз енді зерттеу жасадыңыз, сіз қандай да бір аймақты бақылау деп отырғаныңыз сіздің жаңағы зерттеуіңіз, иә? Сіз танымайтын адамдарға барасыз да, үйінде қуаныш, той болып жатқан адамдардың үйіне барып бақылайсыз. Иә, негізі классикалық антропологияда ең бірінші пайда болған, сіз өзіңіздің елде, елді мекенде емес, мүлде танымайтын бөтен жерге барып зерттеу жасау керексіз. Сол жерде адамдармен бірге тамақ ішіп, олардың тілін үйреніп, күнделігіңізге олар не істейді, не үшін жасайды, оны сұрастырып, солай жасау керексіз. Кемінде 1 жыл, 20 жылдап тұратын ғалымдар да болады. Бірақ енді заман өзгеріп жатыр, тағы да бір түрі, бұл үйдегі антропология деп аталады. Мен зерттеуді үйде жасадым, мысалы. Үйде дегенде Қазақстанда. Бірақ ол, мысалы, мен біреудің үйінде тұрған жоқпын, мен өзімнің әке-шешемнің үйінде тұрдым, бірақ көрші ауылға, сондай жан-жақты адамдарға тойларына бара бастадым. Өйткені үйде дегенмен сен барлық дәстүрді, ырымды мен де біле бермейтінмін, ол кезде жасым бір енді 20-дан асқан болатын. Мен үшін де ол жаңа нәрсе. Өйткені сіз кішкентай болып, сізді көбінесе тойға алып бармайды. Құдалықтарға ол тіпті жаңағы жол табу өте қиын, өйткені тек таңдаулы адамдарды ғана шақырады. Басында мен ойладым, тойға барсам жеткілікті, мен барлығын көрем деп. Бірақ той ол көбінесе концерт сияқты, қойылым сияқты. Сахнаның сыртында не болып жатқанын сіз көре алмайсыз. Мысалы, той иелері басынан не өткеріп жатыр, қандай қиындықтар болып жатыр. Ол өте қиын болды. Мені столдың басына отырғызып қойды, сен де қонақсың деп. Сен концертті тамашала деп. Бірақ антрополог үшін ол себептерін білу маңызды. Сондықтан мен кейіннен құдалыққа шақырту алдым, құдалықты бақылауға, ол жерде суретке түсіруге рұқсат алдым. Одан кейін дайындығына шақыра бастады. Өйткені тойдың боларынан болады қызық деді ғой. Өйткені ол адамдар қалай келіседі, қандай конфликтілер туындайды, оның барлығын дайындық кезінде, одан кейін өтіп кеткеннен кейін адамдар не айтады ол туралы. Сол арқылы, мысалы, кез келген дәстүрді мен бақылаймын, және де бақылап қана қоймай, кейбір іс-әрекеттерге мен де қатысамын. Participant observation дейді, сен қатыса отырып бақылайсың. Мысалы, төсек орын болса, мен де болсамын. Одан кейін өзіме қойын дәптеріме жазып, кейін сұраймын ол кісілерден, сіздер неге оны осылай жасадыңыздар? Немесе мына затты кім алып келді, не үшін алып келді, бұрыннан солай ма деген сияқты толықтырушы сұрақтар жасаймын. Одан кейін тағы да бір әдісі, ол құрылымды, жартылай құрылымды интервьюлер. Мен алдын ала сұрақтар дайындаймын, соны тойдың қатысушыларымен, тойдың иелері болуы мүмкін, тамадалар болуы мүмкін, жастар болуы мүмкін, солармен бірлесіп мен интервью жасайтын. Сонда қай өңірді бақыладыңыз? Негізі Алматы облысы, бірақ оның ішінде енді нақтылап айтпай қойсам, өйткені бізде этика бар антропологияда. Көріп отырған адамдар өзін танып қоюы мүмкін, ол басқа Қазақстанның бөлігіне де танылуы мүмкін. Бірақ этикалық мақсатта мен нақты қай ауыл, қай жер екенін айтпауға жөн көремін. Бірақ мысалы сіздің жаңағы Алматы облысындағы зерттеуіңіз сізге қандай да той туралы қорытынды жасау, жалпы Қазақстан көлемінде той туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді? Жоқ, біз антропологтар, біз бүткіл ел үшін жауап бермеу керекпіз. Біз тек өзіміз қай жерде зерттеу жасадық, сол аймаққа ғана. Өйткені біз бір жерден оқып қана емес, өз көзімізбен көріп, дәлелдеп, өзіміз жинақтаған материал болу керек.
Сенің материалың, тіпті біз диссертацияны жазған өзінде біз мысалы мен информант дейміз, мен сұхбаттасқан адамдарды солардың сөзінен үзінді келтіремін. Үзіндіні оқи отырып басқа адам да сондай қорытындыға келсін деп, менің талдауым дұрыс па дұрыс емес па деп маған қарсы шықсын деп, сондай біз өзіміздің немізді көрсетеміз, данныйларымызды. Немесе бақылауды да сипаттаймыз, мысалы той қалай басталды, бауырсақтың иісі шығып тұр, адамдар абыр-сабыр деген сияқты немен ұсақ детальдарға дейін этнографиялық сипаттама жазамыз. Ол ең біріншіден мысалы Қазақстанды танымайтын оқырмандар үшін қажет. Және де өзіндік олар да менімен оқи отырып бірге пайымдай білсе, анализ жасаса деген сондай. Сол үшін бүткіл Қазақстан үшін мен жалпылама жасамаймын. Өйткені әсіресе осындай тойларға келген кезде әр аймақта, жаңағы біздің облыстарда дәстүр әртүрлі болып келеді. Мысалы мен енді өзім ұзақ тойға бармағанмын да, оның үстіне менің мысалы жақын туысқандарым басқа қалада, мен өзім Алматыда тұрамын, және енді жиі ондай талқылау процестеріне қатыса бермеймін. Бірақ анда-санда тойға барғанда ығы-жығы, беташар нәрселер көрдім, маған ол қызық, бірақ экзотика ретінде қызық. Мысалы мен көп нәрсені өзімнің немесе жақын сіңілімнің, бауырларымның басынан өткенін қаламаймын. Себебі енді қалай айтсам болады екен, мысалы беташар. Мен білемін, мысалы мен мамама осы пікірді айтқанда мама маған тіпті ұрысып берген, сен қызық нәрселерді айтасың деп. Бірақ мен ойлаймын да, танымайтын адамдарға неге ол қыз сәлем беру керек? Ол да тең адам ғой, ол өзін төмен детіп тұрған сияқты деп. Бірақ кейде менің сіңілілерім осындай сұрақ қойғанда мен айтамын, қаламасаң да істей сал, ештеме жоқ, бір сағатта өтеді де кетеді, артық жаңағы енді үлкен системамен күресе алмайсың ғой, және бірден бара сап сен жаман олқы қылық көрсетіп, көпшілік түсінбейтін олқы қылық көрсетіп болашақ өміріңе қандай да бір нұсқан келтірме деймін да. Міне, сіз енді осы саланы зерттеп жүрген маман ретінде не үшін беташар жасайды? Не үшін қыздар сәлем салу керек танымайтын адамдарға? Негізінде кез келген дәстүр ол пайда болған кезде ол адамдардың өмірін жеңілдету үшін пайда болады. Мысалы, беташарды ойласаңыз, қазақтарда туысқандары өте көп. Олар сізге күнде келмейді, ол жан-жақтан келуі мүмкін, алыстан келуі мүмкін. Ал сіз келін болып түскен кезде сіз отбасыға, әулетке жаңадан келген адамсыз. Сізді ол адамдарға таныстыру керек. Ал таныстыруды сен жеке-жеке әр кімнің үйіне барып жасамайсыз ғой. Ол көпшіліктің алдында, тіпті сіз мысалы беташардың өзінің процесін қарасаңыз, әрбір туысқанды бөлек-бөлек категориямен шақырады. Мысалы нағашылары, мынандай ағасы, осындай не деген сияқты бөледі. Оны көпшілікке шығады. Бұл туысқандарға таныстыру. Келінді таныстыру, келінге туыстарды таныстыру. Ол біліп жүрсін, жаңағы кім оның жаңағы күйеуінің қайын жұрты, кім жаңағы нағашы жұрт деген сияқты. Ол өзіндік бір сондай функциясы бар. Бірақ енді ол келіннің беті жабық қой. Ол көрмейді оларды. Логикасы қандай? Енді ашады ғой. Ашқаннан кейін көреді. Ашқаннан кейін мен түсініп тұрмын, жаңағы жерде ол бәріне сәлем салу керек, көпшілікпен таныстыру деп. Бірақ мысалы мен ойлаймын да, сенің бетің жабық. Сен әйтеуір жаңдағы екі келіннің көмегімен сәлем салып жатсың. Ең соңында ашады, сен бадырайма дейді саған. Қарама. Бәрі сен ол жерде енді сені таныстырады, әрине сені келін ретінде таныстырады. Бәрі қарайды, ойбай әдемі, аппақ, қара, бақытты бол, әртүрлі сөздер айтады. Бірақ сен сол мезетте өзің ешкімді бәрібір танымайсың. Оны бәрібір де оны жаттап алу да мүмкін емес қой. Бірақ сонда да өзіңіз тойды қарасаңыз, бәрібір тамаданың рөлі, немесе тамада болмаса да сол үйдің бір сөзшең адамы, кейін сөз берген кезде де әркімнің статусын, қалай туыстығы бар, қандай таныстығы бар атап өтеді. Оның қандай дәрежесі бар екенін, немесе осы отбасыға қандай жақсылық жасағанын құрметтеп айтып отырады. Ол бірте жасалатын процесте, ол бірін-бірі адамдардың сыйлаудың да бір жолы. Сосын мысалы қазір
тойда сіз айтып жатсыз ғой, біріктіріп жібереді, беташарды. Сосын мысалы көп кісі айтады, бетін құдалар келмей жатып ашып алайық дейді. Біз жақта, мен тараз жақтамын, оған қатты мән береді. Ал бірақ мен мысалы енді әр жердегі тойларға барам, құдалардың көзінше де, жаңа қыздың әке шешесінің ағасының көзінше де бет аша береді. Ол жерде ешкім ойбай, бұл дұрыс емес деп айтқан. Енді өзім естіген емеспін. Жалпы қайсысы дұрыс? Ата-анасының көзінше бет ашуға бола ма? Оны бет ашу дегенді кім қалай түсінеді, соған байланысты. Өйткені әр аймақта, тіпті жекелеген адамдардың өзінде де беташар түсіну туралы әртүрлі. Біреу үшін ол жай ғана келінді таныстыру болуы мүмкін, біреу оның пәктігінен айырылу деген сияқты түсінуі мүмкін. Көбінесе бұл діни тұрғыдан қарайтындар болуы мүмкін, немесе белгілі бір аймақта солай түсінеді. Ал кейбіреу үшін ол жай ғана келін танысты, жаңағы келді осы отбасыға дегенді білдіреді. Өйткені қазіргі қоғамда кейбір аймақтарда жаңағы ер мен қыздың арасында жыныстық қатынас болу ол қалыпты нәрсе. Оны барлығы біледі, сондықтан да оларға беташардың соншалықты сексуалды өмірге қатысты функциясы жоғалып кеткен болады. Тойға дейінгі қарым-қатынасты айтып жатсыз ғой. Оны барлығы біледі, тіпті кейбіреулер аяғы ауыр болып шығып жатады, ол қалыпты. Сондықтан бұл жерде беташар тек жай ғана бір дәстүр болып қалған. Оған көп мән бермейді, тек қана енді көпшіліктің алдында сәлем беру, танысу, одан кейін әрине ақша жинау деген сияқты. Қызық. Енді той жайлы беташардан ауыссақ, мен мысалы өзім айтам да, қызық, кейбір қыздар мысалы романтизация жасайды. Шын мәнінде оларға ұнайды жаңағы шымылдықтың артында отыру, беташардың болуы, жаңағы орамал тағып, ертесі күні бәріне шай беру. Қазақстан қыздарының басым бөлігіне ұнайтын бір ерекше, өздері әдемі қылып көретін картинка да ол. Бірақ сонда да мысалы менен қазір араласатын ортам кішкене прогрессивті ойлайтын, феминизмге жақын қыздар ғой, олар мысалы осы салт дәстүрлермен күресіп жатады. Мысалы, ой, мен бүйткім келмейді, сөйткім келмейді. Кейде мен олардың жаңағы түпкі ойын түсінгенмен, бірақ мен сөйтіп жаңағы айтқанда айтамын, ештеме жоқ, ол бір сағатта кететін нәрсе, сенің ештемен кетпейді деп өзім таңғалып жатам, неге айттым деп. Бірақ енді уақыт өте, меніңше көп нәрсені, конфликтін біз өзіміз жасап алатын сияқтымыз да, қолдан. Кейде жарайды деп істей салғаннан сенің ештемен кетпейтін сияқты. Сіз енді біраз тойларды бақыладыңыз, біраз адамдардың отбасылардың үйінде болдыңыз, конфликтсіз өтетін тойлар бар ма? Өте сирек. Ол мысалы ресторанда сондай неде көріну мүмкін, барлығы өте жақсы деп, бірақ кішігірім конфликтілер немесе үлкен конфликтілер де олар болып тұрады. Ал әсіресе капиталистік қоғамның әсерінен бұндай конфликттер өте жиі болады. Кім қанша үлес қосады, кім қандай сыйлық алып келеді, немесе кім қандай тамақты жасауға жауапты деген сияқты ондай конфликтлер болады. Бірақ бұл жерде конфликтіні алдын алудың жолы бұл бір үлкен кісінің болуы, аталардың немесе әжелердің орны өте маңызды. Олар арнайы кімге не жасау керегін бөліп береді, оның сөзіне құлақ асады. Бірақ бұндай функциясы әжесі немесе атасы жоқ үйлерде бұл кішкене қиындау түседі. Енді ауызбіршілігі бар, енді отбасылар әрине болады, олар тез-тез шешіп тастауы мүмкін. Бірақ көбінесе адамдар бірін-біріне бағынғысы келмейді, немесе экономикалық статустар сәйкес келмейді, мен аз беремін, сен көп бересің деген сияқты ондай тартыстар болады. Бұл енді тойлардың енді бір жағымсыз тұсы шығар. Бірақ конфликттер жиі кездеседі негізі. Оны енді жасыруға тырысады көбінесе, бірақ адамдардың іс-әрекеттерінен байқалуы мүмкін, немесе келесі күні ол жайлы өсектер тарап кетуі мүмкін тіпті ауылды жерлерде. Мысалы қалыңмал, жаңағы беташар, кімнің қандай үлесі, тойға барғанда кім қанша береді деген сияқты әртүрлі нәрселер бар. Құдалыққа кімді ертпеді, дастарханда кім сені отырғызба деген сияқты көптеген. Былай қарасаң бізде өрт шығып кететін нәрселер өте көп та. Қаншалықты маңызды? Қай дәстүрді, қай нәрсеніге біз қоғам ретінде көз жұма аламыз мысалы?
негізі бұндай дәстүрлерді жаман деуге болмайды, артта қалған деп айтуға болмайды. Біздің заман сондай болып тұрғандықтан бұл бізге қажет нәрсе. Өйткені мен көбінесе айтатыным, бізде мысалы жұмыс жасап карьера арқылы статусын өсіру деген өте сирек кездеседі. Халықтың көбісі қарапайым бір жұмыста ешқандай ақшасы да өспейді, оның бастық болып кету де екіталай, сондай жаңағы өте сиректе енді біздің қоғамда. Ондай қоғам үшін сіздің маңыздылығыңызды сезіндіретін ортаның болуы қажет. Тойларда сіз сондай сізге площадка береді. Мысалы, сіз мынандай керемет нағашысы бар, алыстан келген, осындай өнері бар деп сізді жай шақырып тамаданың солай қолпаштағанның өзі сізге бір жақсы мәртебе береді. Немесе төрге шығарғаны, құдаларды, нағашыларды, өзінің жаңағы жиендері деген сияқты. Немесе қандай сізге тамақ ұсынады, сыйлап, өйткені еттің де түрін бөледі ғой, кімге қандай берілу керек. Немесе жастардан жаңағы жоғары төрге отырғызу деген сияқты әрбір деталь бұл адамның өзінің жақсы сезінуіне жаңағы көмектеседі. Бірақ бұны әрине кішкене қазіргі тойлардың форматы жаңа үлкейіп, кішкене қадағалау қиын болып жатыр ғой, әсіресе көп адам шақырған кезде әрбір қонақтың көңілін табу өте қиын. Бұны мысалы кейбір үлкен кісілер немесе осындай тойларға көп барып жүрген адамдар жақсы білуі мүмкін. Кімге не ұнайды, кімге қалай сыйлық беру керек, қалай көңілін табу керек деген сияқты білетте, ол жерде тойлары жақсы өтеді. Бірақ кейбір жаңадан той жасап жатқан адамдар болады, немесе мүлде тойға бармайтын адамдар болады, бірақ жасау керек. Ондай жерде олар адамдар әсіресе тойдың қарбаласымен детальдарға мән бермейді, бірақ кейін біраз ренжіген адамдар болуы мүмкін. Бірақ бұл бәрібір де бір өзгеріске ұшырайды, ол бірте-бірте, бірақ оны жаман деп те айтуға болмайды. Біз әйтеуір заманмен солай бір өзіндік осындай қиын заманнан өтудің бір жолы да ол. Сізде мысалы дұрыс тамағыңыз болмауы мүмкін, бірақ сіз кішкене тойға барып, туыстарды көріп, кішкене көңіліңіз тынышталуы мүмкін. Бірақ енді бізде той өте көп, аптасына бірнеше рет тойға барып жатады ата-анамыз енді. Кейде мен үшін енді той ол қуаныш, жаңа сіз айтып жатсыз ғой, көңілін табу керек деп, 100 адам шақырғанша 30 адам шақырып, бәрі бір жайма шуақ әдемі отырғанға не жетсін деп ойлайсың. Бірақ енді көп адам үшін бұл алыс жақын туысқандарының басын қосып, жаңағы ұзақ уақыт көрмеген туыстарының көрісетін алаңы. Бірақ бір жылдары пандемияға дейін есіңізде болса, сол жылдар мүмкін зерттеу жүргізіп жүрген шығарсыз, шақырту келсе бір қара қағаз келгендей бәрі бір қызық күйге түсетін кезде. Бармаса болмайды. Барайын десе, жаңағы ақшасы да жетпей тұр адамдардың. Сондықтан қазір мысалы сіз айтып жатсыз ғой, тойдың үлкейіп жатыр деп. Мысалы менің ортамда, мен баратын көптеген тойларда керісінше көптеген артық нәрселер жоқ сияқты. Қыз ұзату деген жоқ, немесе қыз бен жігіт бірігіп бір той жасай салады деген сияқты, немесе шетелге кетіп қалады деген сияқты. 50 шақты адамға жасайтын тойлар өте көп. Ондай негізі 50 шақты адамға немесе шетелге кетіп қалу көбінесе қалалық отбасыларда болуы мүмкін көбінесе. Абылай және ақшасын айттыңыз ғой, ол қай кезде басталды? Мысалы 90-шы жылдары сіз кілем алып барасыз, немесе басқа заттай сыйлық алып барасыз. Бірақ қалай экономикалық бум басталған, ресторандарға көшкелі заттай сыйлықтар ақшалы сыйлыққа ауысты. Конверттегі жаңағы сыйлық. Әрі конверттің ішіне кім қанша алып келгенін жазып отырады өзінің атымен. Бұл уже экономикалық айырбасқа айналып кетті, айналымға. Сіз тойға барыңыз келмесе де, бірақ міндетті сіз мысалы олның сіздің тойыңызға келіп берген ақшасын қайтару үшін. Ол әрине адамдардың барлығына қиын, оны барлығы айтып жатады. Той көп, ақшамыз аз. Той жасасаңдар немесе ас берсеңдер, алдын ала айтып қойыңдар, ертерек біз ақшамызды есептеп дайындап қояйық деп. Бұл жерде тіпті сіз ол адамды
туыстарымды көрейін деп емес, бірақ өзіңіздің қарызыңызды қайтару үшін, немесе болашаққа есептеу арқылы, мысалы мен осыншама тойға барсам, сізге ол кейін той жасаған кезде қайтып келеді деген сияқты сондай есеппен де баруыңыз мүмкін. Иә, мысалы көптеген адамдар ресторанға той жасағанда қонақтардың келген ақшасынан жаңағы ресторанның шығынын жабуға тырысады. Мысалы мен өте түсінбейтін нәрселердің бірі бұл. Меніңше ойлаймын, сен егер той жасасаң, шамамен 200 адамды шақырам десең, кемінде сен сол 200 адамның тамағын төлейтіндей ақшаң болу керек. Сен той бойы мынаны пәленше маған мұнша берді, пәленше келді, келмеді, және менің тойымның ақшасы шықпай қалатын болды ау деген сияқты стрессте болмауың керек сияқты. Иә, ол идеалды түрде сондай ғой, бірақ әлеуметтік нормаларымыз дейміз ғой, бұл жерде жазылмаған ереже бар. Халықтың барлығы тойға барарда ол мейрамханаға бір адамның шығынын біледі. Ол ауылдық жерде, аудандық жерде болуы мүмкін. Мысалы 5.000 теңге ауылдық той үшін болады, немесе 10.000 теңге дейді. Немесе қалаға шақырылса, қаланың мейрамханаларына кемінде 15.000 теңге. Сондықтан біздің сыйлық беретініміз 15.000 теңге деп адам басына деп есептейді. Ол жазылмаған, бірақ халықтың барлығы білетін әлеуметтік нормаға жатады. Соның есебінде, мысалы, тіпті той иелері де солай шамамен калькуляция жасайды. Көбінесе мен айтам, халықтар, адам ол жалпы рационалды, ол есептейді. Ол пайдасын, ол жаңағы экономикалық пайда болуы мүмкін, немесе әлеуметтік пайда болуы мүмкін, бірақ әрбір нәрсенің есебін біледі. Әрине, бірақ жаңылысып жататындар болады. Әсіресе мына пандемия кезіндегі тойларда солай болды. Ойлайды, маған деген қайтып келеді, адамдар ресторанның құнын біледі деп, бірақ білмейтін адамдар болады, немесе қысылып аз ақша бергендер болады. Одан кейін ең алғаш той жасасаңыз, сіздің ата-анаңыз ешқандай тойға бармаса, сізге де қонақтардың келуі екіталай негізі. Келмей қалуы мүмкін. Сондықтан сіз мысалы 200 адамға шақырсаңыз, сізге 100 адам келеді де, сіз ресторанға келіскен бағаны төлей алмай қалатын жағдайларда болады. Сіз енді зерттеу жасадыңыз, бірнеше отбасыға бардыңыз. Вау, күшті өтті, менің идеальный той осындай болу керек деген сияқты бір адам болды ма? Бір отбасы болды ма хотя бы? Жоқ, маған барлық тойларда ұнайтыны ол құдалықтар. Құдалық ол жаңа қаумал беру процесі, қыздың жасауын көрсетуі өте көңілді, әрі артық музыканттар шақыра бермейді, ол жерге концертке айналып кетпейді. Жаңағы ауылдың алтауызы деп адамдар өздері ән шырқайды, әртүрлі ырымдарды жасайды, мысалы төсқақтар дейді, немесе екі құданың бірін-бірі жаңағы сыйлап ортаға шақыруы, тіпті мысалы қыздың жасауын көрсеткен кезде оның түрлі көрпелерін жасайды. Көрпенің өзі қазіргі кезде біздің қолөнердің бір асыл қазынасы десе болады, өйткені олар әр қайсысы ерекше ою өрнекпен жасалады. Әр ана өзінің әжесі оған арнайы тігіп, әдемілеп жасайды. Мысалы соны көрсеткен кезде мысалы құдағиы сол көрпеге аунап шығу керек, құдағи көрпе деген бар. Оның барлығы сондай өте жылы, күшті жаңағы дәстүр. Құдалықтарды айтушы едім мен сондай идеалды деп қазақтар үшін. Енді шағын адам, жаңадан танысып жатқан құдалар, енді шынымен де өте жақсы атмосфера болуы мүмкін. Сіз зерттеуіңізді аяқтадыңыз ба, Динар? Негізі мен материал жинауды аяқтадым, ол 2018-де сол кезеңмен тоқтаттым, өйткені той үнемі өзгере береді. Өзгере берген сайын оның анализі қиындай түседі. Жаңа сен өзгерістерді, мысалы саясат өзгеріп жатыр, экономика өзгеріп жатыр, соның барлығын ескеріп отыру керек. Сол себепті мен уақыт шеңберімен, мысалы 2014 пен 2018-дің жазы деп шектеп қойдым. Бірақ зерттеу онымен ғана шектелмейді. Ол басқа елдерде қалай, басқа авторлар қалай бұған анализ береді, соларды анализ жасау, оны оқу керек. Одан кейін сіз презентация жасайсыз, кішігірім мәлімет жинап, соны өзімнің жаңағы ғалым әріптестерімнің алдында таныстырамын. Осылай түсіндіріп жатырмын, осындай теорияны қолданып жатырмын деп. Олар өздерінің сындарын айтуы мүмкін, пікірлерін айтуы мүмкін, немесе жаңадан тағы бір еңбекті айтуы мүмкін. Негізі
қазір енді аяқтап қалдым. Қанша 200 беттей жазылды. Енді бір 40 бет жазсам, өйткені менің 2 профессорым бар. Олар біреуі жаңағы нормалар бойынша экономикалық антрополог, екіншісі нағыз үйленулер бойынша зерттеу жасайтын кісі, бірақ африкалық тойлар. Бір қызығы африкалық тойлар бізге өте ұқсайды. Дәстүрлер бойынша. Сол 2 кісі маған өздерінің пікірлерін айтады. Сол мысалы мен бір жетекшім пікірін берді, екіншісі де берді. Енді солардың пікірлерін, сындарын ескеріп, мен бір тағы бөлім жасау керекпін. Бұл бөлім деген кезде қорытынды ма сонда? Қорытынды емес, бұл жерде кластық теория деген бар. Мысалы көптеген елдерде тойлардың осындай бум болып жатыр. Оны көбінесе жаңа кластың, элитаның пайда болуымен түсіндіреді. Мен сол еңбектерді қарастырып, қаншалықты ол біздің қазақтың тойларына түсіндіруге келмейді. Соны саралап анализ жасап жатырмын. Өте қызық. Мысалы, сіз енді 4 жыл аралығында зерттеу жүргіздіңіз ғой, сол кезде дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дейді. Сіздің пікіріңізше қанша уақыт өтсе де жылдан жылға қалатын қандай жоралғылар, салт дәстүрлер, және екінші сұрақ, осы 4 жылдың ішінде қандай ноу-хау болды, мысалы, қандай жаңашылдық енгізілді? Енді қала беретіні бұл құдаласу арқылы үйленулер бола береді. Ол негізгі ядросы дейді ғой қазақ тойларының. Ол ата-ананың батасын алу екі жақтың. Сол негізгі дәстүр сол қалады деп ойлаймын. Одан кейін ноу-хаулар олар үнемі болып отырады. Ол жаңалықтардан естуіңіз мүмкін, ол мен зерттеген аймақ болмасын, ол басқа жақта, мысалы вертолеттан шашу, немесе біз сол мен зерттеу жасаған жақта, мысалы түйелерге артып, мысалы қыздың жасауын алып келу, аттарға деген сияқты. Немесе ол ноу-хау мысалы жасауда көп болады. Жаңа элементтер қосылып отырады. Ол жаңағы микротолқынды пеш болуы мүмкін, жаңағы киім жуатын машина болуы мүмкін, қандай зат шығады, мысалы қазір пылесостар шықты ғой, сондайды да қосуы мүмкін. Ол экономикалық дамуымен адамдардың тұтынатын заттарына да байланысты. Немесе тойда көбінесе жастар мына медиаға еліктейді, сол медиадан көріп осылай жасау. Ол үнемі әрбір тойда бір жаңа бір элемент қосылып отырады. Мысалы, мен қазір сізді де мені де көріп тыңдап отырған адамдар, әсіресе дәстүрді ұстанатын мына қыздар, мені айту мүмкін, жаңағы беті шар жайлы қызық сұрақтар қояды, соны да білмей ма деген сияқты. Бірақ мысалы мен тойға жиі бармаймын, және бұл тақырыпқа айтарлықтай қызығушылық тудырмайды мен үшін. Бірақ мен ойлаймын да, осы нәрселердің бәрін норма ретінде бізге түсіндіріп беретіндер кім болу керек? Егер сен туысқандарыңмен жақын араласпасаң, қашықтықта тұрсаң, осы тақырыпқа бір қызық қарайтын болсаң, бір қандай да бір теледидардан арқылы мемлекеттік идеология болуы керек па, не болу керек? Бұл жерде бұндай нәрсеге мемлекет араласпау керек. Бұл кез келген норманы сіз сол халықтың ортасында жүріп үйрену керексіз. Өйткені сіз бір көргеннен ол сізге бір түрлі болуы мүмкін, нормадан тыс болуы мүмкін. Бірақ сіз бір тойға барасыз, екінші тойға барасыз, 100 тойға барсаңыз, норма екен ғой деген сізде ой қалыптасады. Бірақ норма дәстүр деген ол міндетті түрде барлығы жасайды дегенді білдірмейді. Ол стереотипті адамдар жасау керек деп сенетін ережелердің жиынтығы деп түсіндіреді ғылымда бұны. Нормадан тыс нәрселер болуы мүмкін, немесе ол дәстүр норма өзгеруі мүмкін, бірақ ол білінбей өзгеріп кетеді де адамдардың өзіне, өйткені олар ішінде жүреді. Ішінде жүргендіктен оның қалыпты. Бірақ мен айтар едім, негізгі сіз сияқты немесе кейбір осындай тойларды ұнатпайтын адамдарға оны сынаудың қажеті жоқ. Өйткені кез келген нәрсе ол салыстырмалы түрде жақсы немесе жаман болуы мүмкін. Бірақ сіз сол ортаның ішінде қайнап өмір сүрсеңіз, ол сіздің қалыптылығыңыз, сіздің нормаңыз, күнделікті өміріңіз. Оның бір өзінің пайдасы да болуы мүмкін, зияны да болуы мүмкін. Ол тек қана бір жақты қарамау керек. Мен тойға сыни қарамаймын да. Мен өзімнің қандай да бір позициям бар, мысалы. Бірақ біз енді қоғамда өмір сүргеннен кейін, мысалы, отбасыда да өмір сүргеннен сен жалғыз өзің емессің ғой, сен міндетті түрде бірнеше адаммен коммуникация, қарым-қатынасқа түсесің, және ол адамға маңызды болса,
немесе бірнеше адамға маңызды болса, кейде ол үшін бір менің позициям сол үшін мен күресем, мен үйтіп істемеймін деудің қажеті жоқ сияқты. Өйткені сен жалғыз өзің тұрмайсың ғой. Және мен де көбісіне жаңа айтып жатырмын ғой, айтамын мен сөйтіп сіңлілеріме, ештеме етпейді, сен жалғыз емессің, бұл жерде бірнеше адамның басы қосылған, ата-анаңның қажеттіліктері бар, туысқанның, жолдасыңның болашақ, сондықтан бәрінің пікірін тыңдап, бір ортақ компромиске келу керек сияқты да. Иә, компромисс табуға болады, бірақ кейде мысалы ол тек сіздің басыңызда ғана болуы мүмкін. Бәлкім ол тіпті ондай нормада емес. Сіз сұрау керексіз де, көзқарасыңыз қандай, бұны міндетті түрде жасау керек пе? Мысалы, ол сіздің ата-анаңыз да тіпті білмеуі мүмкін де, не үшін жасалынып жатқан, онда керек емес болса, жасамай-ақ қояйық деген сияқты ойлар болуы мүмкін. Көбінесе біз норма деген кезде біздің өзіміздің ішкі бір сезінуіміз болуы мүмкін де, мен бұны бұзсам дұрыс болмайды ғой, маған адамдар бір түрлі қарайды ғой деп, бірақ басқа адамдар да сіз сияқты ойлауы мүмкін. Өйткені сіз адамның ішінде не болып жатқанын түсінбейсіз. Ол стереотип дейміз ғой, бұл да кішкене нормалар, дәстүрлі стереотипке жатады. Бірақ адамдар сөйлесу арқылы, бірімен сұрау арқылы, көбінесе мысалы құдалар келісіп жатады ғой алдын ала, қандай сыйлықтар жасаймыз, қанша қалыңмал болу керек деп, бір-бірімен сөйлесу арқылы компромиске келеді. Мысалы айтады, сыйлықтар бермей-ақ қояйық деп, екі жақта келіседі. Сіз ойлайсыз, ол деген барлығы жасау керек деп, бірақ сіз тілдесіп осылай келіскендіктен ол мысалы артық шығыннан арыласыз. Мен ойлаймын да, енді болашақта осындай процеске жас жұбайларды да қосса, оны мысалы кішкентай, жас, әлі ақша таппайды деп емес, мысалы өйткені үйленуге қадам басқан адам априори үлкен, енді ол үлкен қадам ғой, үлкен азамат, саналы азамат, сондықтан меніңше енді осындай процеске біз үлкенбіз, сондықтан біз өзіміз шешуіміз керек деп емес, жастарды да қосса екен идеалды түрде деп ойлаймын да. Құрметті достар, менің авторлық подкастым Ой детокстың тыңдармандары, көрермендері. Егер сіздер Ой детоксты қолдаушылар қатарына қосылғыларыңыз келсе, оны Patreon арқылы жасай аласыздар. Patreonда $1-дан $20 дейін ай сайынғы қолдау түрі көрсетілген. Бұл болашақта біздің үлкен комьюнитиға арналып, қандай да бір пайдалы қазақ тілінде контент жасауға мүмкіндік беретін қолдау болады. Сондықтан Ой детоксты қолдаушылар қатарына қосылуға сіздерді шақырамын. Мен осыдан 3 жыл бұрын ба Зейнеп Ахметованың «Күре тамыр» деген кітабын сатып алдым. Ол жерде жаңағы той, дәстүр, көп нәрсені түсіндіреді. Енді ол кісі ғылыми зерттеу емес, жеке басының көпті көрген, ортада өскеннен кейін, үлкен кісінің келіні болғаннан кейін, осындай мәселеге қызығушылық танытып, жаңағы кітап шығарады. Мен кейін осы кітапты сіңлілеріме, үлкен аға әпкелеріме сыйлайтын болдым, себебі әр қазақтың үйінде осы кітап болу керек деп ойлаймын. Себебі біз енді шын мәнінде түсінбейміз көп нәрсені, Күре тамыр дегенде жаңағы жүректегі қанды өзге дене мүшелеріне тарататын маңызды қан тамыр ғой, жаңағы Зейнеп апамыздың өзі айтады, мысалы, күре тамыры біздің жүрегіміз, біздің тіліміз болса, жаңағы салт дәстүр, әдеп ғұрып, ол сенің өзге дене мүшелеріңе тарататын маңызды артерия дейді, күре тамыр дейді. Сондықтан қанша біз ой жоқ, ол маған қызық емес, мен мүлде ондай істегім келмейді, бұл консерватизм деп ойлағаныңмен уақыт өте қандай да бір салт дәстүрді түсінуге, мынау тойды жасағанда мынандай әдеп ғұрыптар не үшін қатар жүреді деген сияқты сұрақтарды қояды екенсің. Сондықтан сіздің зерттеуіңіз меніңше бұл да үлкен маңызды, қазақ қоғамы үшін маңызды нәрсе. Біз тойға тек қана барып күліп ойнап кетпей, оның артында қандай салт дәстүрлер бар, оны түсіндірсек, мысалы жастарда ондай сұрақтар болмайды. Қойшы, мен оны жасамаймын, ол дұрыс емес, мен қазір басқаша өмір сүремін, сіздер вообще ескіше ойлайтын азаматсыңдар деп ойламайды. Олар түсінеді, яғни мынау дәстүрді или мынау әдеп ғұрыпты ұстансам, не үшін ол маңызды? Оқыған жоқсыз ба Зейнеп Ахметованың «Күре тамырын»? Жоқ, оқымадым. Сізге сыйлайын сол кітапты. Сіз өзіңіз Динара той жасайсыз ба? Мен өзім той жасамаймын.
оған сіздің зерттеуіңіз әсер етті ма, немесе ол енді жеке сұрақ қойғаныма ренжімеңіз, бірақ мысалы сіз енді осы зерттеулерді жасап жүргеннен кейін мысалы вау бұл күшті екен ғой деп ойлағаннан кейін мен де жасаймын деп? Жоқ, бұл жерде мен ережелерді білемін. Мысалы қазақтың енді орташа отбасы үшін ол кенженің тойы, кенже ұлдың тойы маңызды. Мен енді кенже ұлы емеспін. Одан кейін менің сіңлім күйеуге шыққан, 2 той болды. Сондықтан маған ондай талап қойылмайды. Өйткені ата-анам елдің, халықтың алдында өзінің борышын атқарды. Одан кейін енді менің жасымды да ескеру керек. Енді 30-дан асқандықтан маған да ондай талап қойылмайды. Бастысы күйеуге шықсаң деген. Бұл менде басқа бір норманы пайдалану менде. Қызық. Әрі мен ол әрбір тойдың шығындарын білемін. Кім жақтан қанша кететінін, ол жай ғана айырбастау болуы мүмкін. Әрі оның эмоционалды шығынын білемін. Сол себептен де маған бұл ережелерді білу кішкене плюс болды десем болады. Енді сіз енді осы саланың маманы болғаннан кейін сізбен қандай да бір конфликтке шығу қиын шығар, кез келген сұраққа жауап болады. Динар, мынау алдыңызда карточкалар жатыр. Мен эпизодтарымды сіз қарап жүресіз ғой. Айтпақшы, Динара маған Айнель, сіз неге комментарийға жауап бермейсіз? Комментарийға жауап беріңіз деп айтқан адамдардың бірі. Сондықтан мен міндетті түрде қандай да бір комментарий қалса, эпизодтарымда Динараның сөзі бірден есіме түседі. Жылдам және жиі тексеріп жауап беруге тырысамын. Айта кетейін дегенім, сол мына жерде карточкалар жатыр. Мен Инстаграм парақшамда тыңдармандарымнан, көрермендерімнен сұрадым. Сіздер қандай сөздер, немесе сөз тіркестері сіздерге триггер, маңызды, менің қонақтарым қандай тақырыптар аясында ой толғаған қалайсыздар дегенде бірнеше адам жіберді. Сондықтан бұл жерде енді Айнель Трендс емес, менің ой детокс тыңдармандарының ойынша тренд сөздер. Кез келген карточканы алып, өзіңіздің ойыңызды білдірсеңіз. Кішкене жабық тұрған, қорқынышты екен. Азаматтық неке. Біздің тақырыпқа сай келді ғой. Иә. Енді бұны мен триггер деп айтпас едім. Азаматтық неке, бірақ бұл бәрібірде қазақ қоғамы үшін нормаға сай емес деп ойлаймын да. Бұл ешқандай мысалы заңмен бекітілетін неке, немесе дәстүрмен, немесе дінмен бекітілетін ешқандай некеге жатпайды. Бұл тек қана 2 жастың бірге өмір сүруі, бірақ көбінесе құпия түрде жүреді. Иә, мысалы мен таныстарым өте көп азаматтық некеде тұратын. Және былтыр жинақтау зейнетақы қорынан ақша бөлінді ғой, жаңа қандай да бір сома көлемінде артық жиналған ақшаң болса, пәтер алуға немесе басқа да мәселелерге. Сол кезде бірнешеуі той жасап, енді той жасамайса да жаңағы заңды некеге тұрған фактілер болды. Сондықтан кейде адамдар қандай да бір пайда, материалдық пайда көретін болса, жаңа қарым-қатынастарын заңдастырып жатады. Иә, некеге не үшін барады деген сұрақтар ғой бұл. Бірақ норма болуы мүмкін бе біздің қоғамда бұл? Болғаны дұрыс па, жаңасы мүмкін емес дедіңіз, болғаны дұрыс па? Негізі дұрыс емес, өйткені кез келген жалпы классикалық некенің мақсаты ол баланы заңдастыру. Бірақ азаматтық некеде сізде ешқандай заңдық күші болмайды екеуіңіздің, және осы азаматтық некеден туылған баланың құқықтары қорғалмайтын болады. Тағы бір карточка алсаңыз. Қатыгездік. Бұл сөзді жазған тыңдарманым армиядағы жағдай аясында айтты. Себебі қазір енді бір айдың көлемінде бірнеше өлім фактілері, суицид фактілері тіркелді ғой. Сол контексте сұраған болатын. Бұл сөз негізі шынымен де триггер, мен үшін де триггер. Бұл деген әскерде жастардың қайтыс болуы, немесе педофилия. Бірақ мен осы жақында бір философиялық кітап алдым. Ол жерде
адам қатыгездігінің табиғаты неде деген сұрақпен әлі оқып бастаған жоқпын, бірақ осы сұрақпен негізі қатты алаңдатады. Неге тіпті жас балалардың өзі, кішкентай балалардың өзі қатыгез болады, немесе ересектер арасында қатыгездік неге болады деген сияқты. Ол біздің қоғам ба, біздің өмір сүріп жатқан осындай жаңағы саяси атмосфера ма әсер етіп жатқан. Бірақ мен әлі бұл сұраққа жауап тапқан жоқпын, бірақ шынымен де триггер нәрсе бұл. Тағы бір карточкаға үлгереміз жауап беріп. Феминизм. Енді феминизм негізінен ондай қатты триггерді емес, бірақ көбінесе енді зорлық-зомбылықтар көп болып жатыр ғой, әйелдерге қатысты, немесе тікелей мұнан айтайын, мысалы мизогиния дейді ғой. Тіпті менің өзім Қазақстанға оралғалы, менің ғалым образыма сенбейтін адамдар болады. Көбінесе бұл ер адамдардың тарапынан, ол комментарийлерде болуы мүмкін, немесе әлеуметтік желілерде. Мысалы, ең бірінші біз подкаст түсірген кезде мына қыздарды ғалым деп атауға болады ма дейді. Бірақ осындай пікірлердің өзі әйел адамды кемсіту, керісінше мені осындай феминист болуға итермелейді. Неліктен мен тек қана әйел болғандықтан мені кемсітуге болады. Менің неге жасаған еңбектерімді жоққа шығарады деген сияқты. Енді ол бір жағынан, бірақ екінші жағынан бізде мысалы қазақтар арасында феминизм жоқ деп айтпауға болмайды. Олар өздерін феминист деп айтпауы мүмкін, бірақ іс-әрекеттері, сөздері жаңағы әйелдердің өзін өзі қорғай білуі, немесе әйел мен ердің теңдігі, жаңағы бір-бірінен сыйластықты талап ету, ол қашанда болған деп ойлаймын. Рахмет, Динара, алтындай уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Жалпы енді бұл тақырып аясында шынымен Динараның жалпы үйлену бойынша емес, мысалы сіздер өздеріңіздің Policy Solutions-та жасаған эпизодта сіздер қалыңмал жайлы сөйлестіңіздер, сосын сіздің сәуір айында Азаттықта шыққан подкастыңызды тыңдадым, сана бағдарламасында да. Меніңше енді осы тақырыпқа қызығушылық білдірген адамдар осы подкасттарды, бағдарламаларды қараса бір қатар сұрақтарға жауап табады деп сенемін. Той деген халықтың қазынасы шын мәнінде, бірақ мен бір армандайтын нәрсем, той бір жасау керек болғандықтан, міндет болғандықтан емес, шын мәнінде қуаныш болғандықтан жасалса екен деп ойлаймын. Ол үшін міндетті түрде 500 адамды шақырып, сен қандай да бір әлеуетіңді көрсетудің еш қажеті жоқ. Ең бастысы келген адамдардың көңілін табу, рахаттанып, олар шіркін-ай деп кетсе, және ең бастысы жастардың бақытты болуы ғой. Себебі шынымен жаңа айтып жатсақ, неше түрлі конфликт жағдайлар ол міндетті түрде тойға дейінгі процестерде болады деп. Кейде мен сондай конфликт жағдайларды көремін да, ойлаймын да, Құдай-ау, мынау қазір осылай басталып жатыр, аяғы не болар екен деп. Сондықтан енді бұл жерде біздің негізгі басты кейіпкерлер жастар екендігін ұмытпауымыз керек, және солардың бақытты болуы басқа нәрселерден меніңше жоғары тұруы тиіс сияқты. Қандай да бір айтатын қорытынды сөзіңіз болса, мархабат. Айнель, осы шақырғаныңызға рахмет. Шынымен де той деп немесе дәстүрлер деп негізгі адами қатынастарды ұмытпайық, бір-бірімізге сыйластықты. Кез келген мәселенің шешімі болады. Тек қана бір-біріңізді тыңдап, құлақ асып, келісімге келе білу керек деп ойлаймын. Зерттеудің нәтижесі қашан дайын болады, және қай жерде болады? Бұйырса, мен күзде, осы қараша айында, немесе күз айында дейін қорғаймын. Қорғағаннан кейін жоспарда кітап шығару, мақала жазу шығару. Қазақ тілінде ме? Қазақ тілінде де енді мақала болар, бірақ бірінші кітап негізі ағылшын тілінде шығу керек. Сәттілік. Осымен достар, Ой детокстың кезекті эпизоды аяқталды. Үлкен өтініш, міндетті түрде менің каналыма, арнама жазылыңыздар, лайк, комментарий қалдырыңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіріңіздер. Біз Динара екеуміз ашықпыз, міндетті түрде оқимыз, қараймыз, және де өз пікірімізді білдіреміз. Осымен Ой детокс аяқталды. Келесі эпизодтарда аман есен естіскенше, көріскенше сау болыңыздар.